Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығының Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тұлғалар. Жаңа сөздер: адамзат, бірбеткей, бір ауыздан, бас тартпау, жеңілдетілген, жаугершілік, жауыз, күрескер, көз жұму, келіссөз, қауіп төндіру, құпия, қолбасшылық қабілеті, қол ұшын созу, есте сақтау қабілеті, көзді тірі кезінде, мақсатшыл, мүмкіндік, мәңгілік, нәсіл, ушығу, оқиға, оқыған, оқымаған, өмірге құштар, тәуелсіз, шығармашылық жұмыс. Алғашқы тапсырма: суретке қарап, қазақ фильмдерінің атын табыңыздар. Тапсаңыздар, тексереміз. Қыз жібек, жау жүрек мың бала, тақиялы періште, көксерек. Келесі тапсырма: бос орынға керекті қыстырма сөздерді қойыңыз. Ендеше, қысқасы, әйтеуір, ең алдымен, демек, мысалы. Жазып болсаңыздар, тексереміз. Уақыты болмады ма, ұмытып кетті ме, әйтеуір досым туған күн кешіне келмеді. Қысқасы, бұл мәселені талқылауды осымен доғарайық. Адамдар, ең алдымен біз өзімізді сыйлауымыз керек. Мамандық көп қой, мысалы, қаржы маманы, заңгер, өзің кім болғың келеді? Демек, сіз үшін бұл жұмыс қиын ба? Ендеше, тапсырманы неге орындамай отырсың? Есімшенің анықтауыштық қызметі. Есімше формулары сын есім сияқты заттың белгісін аңғартып, сөйлемде қандай деген сұраққа жауап береді. Анықтауыш қызметін атқарады. Мысалы, кеше келген адам не айтты? Қазақстанда көрмеген қалаларым көп екен ғой. Айтқан сөзі шын емес, мен оған сене қоймаймын. Әуежайдан күтіп алған заттың қайда? Сын есім мен есімшенің заттың белгісін білдіруі бірдей емес. Сын есімдер заттың тұрақты белгісін білдіреді, ал есімшелер қимыл әрекет нәтижесінде пайда болған өзгерісті аңғартады. Ақ шаш, ағарған шаш. Есімшелер сын есім сияқты көптеледі, тәуелденеді, септеледі. Келесі тапсырма: сөздерді ретімен орналастырып, сөйлем құраңыз. Тексереміз. Өтірік айтқан адаммен дос болма. Іздеген адам табады. Көпті көрген адамнан сұра. Осы қыз сені сұраған. Тұлға болуға қажетті және кері әсерін тигізетін адамның қасиеттерін жазыңыз.
Жағымды қасиеттер, мысалы, адал, жағымсыз қасиеттер, өтірікші, табысты адамның қасиеттері, еңбекқор, жалқау адамның қасиеттері, жалқаулық, адамның келбеті, қыр мұрынды, табысты болатын адамның сөздері, жасаймын, жалқау адамның сөздері, қиын ғой. Келесі кестелерді өздеріңіз толтырыңыздар. Келесі тапсырма мәтінді оқыңыз. Ұлы жерлесіміз ғұлама ғалым Әл-Фараби еңбектері күні бүгінге дейін маңызын жоғалтқан жоқ. Кемеңгер мұрасының қазақ даласына қайта оралуы және оның мемлекет басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік, этикалық, саяси, философиялық, діни көзқарастары қазіргі жаһандану аясындағы қоғамымыздың үшін өте маңызды. Сөзімізді қорытындылай келе, мына бір ойды айтқымыз келеді. Ұлы тұлғалар халқының бет бейнесін айқындайтын рухани құндылық иелері. Қазақ топырағындағы Отырар қаласында дүниеге келіп, түрік ғылыми дүниетанымын әлемге мәшһүр еткен Әбу Насыр Әл-Фараби адамзаттың кемелділікке деген үздіксіз ұмтылысын көрсеткен тұлға. Батыс пен шығыстың өркениеттерін рухани тұрғыда өзара жақындасуына зор еңбек сіңірген қайраткер. Әлемдік өркениетте өзіндік дара орны бар ұлы жерлесіміз Әл-Фараби іліміне қайта оралу, танып білу, ұлт мүддесіне жарату таусылмас рухани азық, баға жетпес рухани құндылық деп білеміз. Соңғы тапсырма, QR-кодпен берілген тапсырманы орындаңыз. Осымен, құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.